Сәлем достар, менің есімім Қайырбек. Бүгін біз сіздермен ұбт-ның тапсырмаларын шығаруды жалғастырамыз. Келесі тапсырмамыз. Қиярды тұздауға 500 грамм 7% ерітінді дайындау үшін қажетті тұз бен судың масын анықтау қажет. Жалпы массасы 500 грамм. Оның ішіндегі натрий хлорид, яғни тұздың массалық үлесі 7% болу керек. Судыкі сонда 93% болады. Массаларын анықтайтын болсақ, 500 грамм 100%, 7% x тең 35 грамм. 35 грамм тұз және қалғаны 465 грамм су қажет. 500 грамм 7% ерітінді дайындау үшін. Келесі тапсырма. Гетерогенді химиялық реакция. Гетерогенді химиялық реакция. Бізде көміртек моноксидінің тотығы оттекпен көміртек диоксидінің түзілуі бұл гомогенді. Көмір мен оттектің жануы, көміртек диоксидінің түзілуі бұл гетерогенді. Көмір плюс оттек, көміртек диоксиді теңестірілген. Үшінші нұсқа. Көміртек моноксидінің оттекте жануы, көміртек диоксидінің түзілуі бұл да гомогенді. Азот моноксидінің тотығып, азот диоксидінің түзілуі бұл да гомогенді. Азот пен сутектің қосылып аммиактың түзілуі бұл да гомогенді. Гетероген тек қана осы бір ғана реакция жатады. Келесі тапсырма. А затының 10 минутта айырылуы нәтижесінде концентрациясы 0,8 мол литрден 0,6 мол литрге дейін азайған кездегі реакция жылдамдығы қандай болады? Концентрация А 0,8 мол литрден, концентрация А 0,6 мол литрге дейін азайған. 10 минут уақыттың ішінде бұл жерде біз жылдамдықты анықтайтын болсақ, жылдамдық С бөлінген Т уақытқа бөлетін болсақ, жылдамдығымыз қаншаға азайған анықтау үшін мұндағы дельта С-ны алатын болсақ, дельта С 0,8-ден 0,6-ға өзгерген. 0,8 минус 0,6 бөлеміз, уақыт 10 минут. Сонда 0,2-ні 10-ға бөлетін болсақ, тең 0,02 мол литр көбейтілген минут. Келесі тапсырма. Сутектің броммен реакциясында бастапқы заттардың концентрацияларын 2 есе арттырса, реакция жылдамдығы қанша есе артатын анықтау қажет. Сутек пен бромның реакциясы. H2 плюс бром 2, H бром түзіледі. 2H бром түзіледі. Бұл жерде бізде мәселен реакция жылдамдыққа сутектің де бромның да концентрациясы әсер етіп жатыр. Онда К көбейтілген H2-ның концентрациясы және бром 2-ның концентрациясы деп алатын болсақ, онда әрбірінің мұнда концентрацияларын 2 есе арттырсақ, онда жылдамдық тең болады К көбейтілген 2 H2, 2 бром 2 десек, көбейтілген 2, онда жалпы жылдамдық V2 болатын болса, V2 бөлінген V1 тең болады. К-лар қысқарады. К2 H2 көбейтілген 2 бром 2 бөлінген К H2 бром 2 4 болады. V2 бөлінген V1 тең 4 есе артады. Келесі тапсырмамыз. Белсендірілген көміртек катализатор арқылы ацетиленнің тримерленуі кезінде 390 грамм бензол алынды дейді. Яғни ацетиленнің тримерленуін жазайық. Катализатор қатысында 390 грамм бензол алынды. Бензолдың массасы 390 грамм, оның малярлық массасы 78 грамм моль. Анықтадық. Енді
өнімнің практикалық шығымы 80% болатын болса, реакцияға түскен ацетиленнің көлемін анықтау керек. 390 грамм бұл 80%-дық өнім болатын болса, 100%-ды анықтаймыз. 390 80%, 100%, x. X тең. Осы жерде x бізде 487,5 грамм. Бұл теориялық түзілетін бензолдың массасы. Енді ацетиленнің көлеміне көшейік. Ол үшін біз бензолдың зат мөлшерін анықтаймыз. 487,5 бөлеміз 78-ге тең болады. 6,25 моль. 6,25 моль болатын болса, ацетилендікі одан 3 есе кем. 3 есе артық. Яғни 6-да 25 көбейтілген 3 көбейтілген көлемін анықтау үшін 22-де 4-ке көбейтеміз. Тең болады 420 литр. Яғни бұл теориялық ацетиленнің қолданылатын көлемі. 420 литрден бізде 80% шығыммен 390 грамм бензол түзіледі екен. Осымен бүгінгі тапсырмаларымыз аяқталды. Келесі видеода тағы да жалғастырамыз.